Мынадай 6 түрлі әйелге үйленбе. Ауырмаса да ауырған болып көрінетін әйел. Ол үнемі ыңыранып, күнде мазасы болмай ауырып жүреді. Ағайын туыстың үйінде жиын той бола қалса, ол аяқ астынан ауырып қалады. Күйеуінің достары қонақ боп келсе де, басын таңып, өһлеп отырады. Көңіл күйі болмаса, дегені орындалмай қалса, ауырып тұрмын деп теріс қарап жатады. Сондай-ақ ауруын күнде санап, күйеуінің есіне салып миын ашытады. Қысқаша айтқанда, күміс қатын күнде ауру, жаман әйел түнде ауру. Міндетшіл әйел, әр ісін міндеттеніп отыратын әйел. Оның тамақ істегені де, ерте тұрғаны, тіпті 2 қабат болғаны да міндет. Тамақ істесе, оны өзі де жейді. Баланы тек күйеуі үшін тумайды. Ол өзіне де керек. Үйін тазаласа, сол шаңырақта өзі де тұрады. Бірақ ол бұны ұқпайды. Барлық әйелдің үндемей-ақ зыр жүгіріп істеп жүрген жұмыстарын, сен үшін ананы істедім, мынаны істедім, сенің анаңның киімін жудым, сенің балаңды көтеріп жүрмін деп күйеуіне күнде де түнде де айтып, міндет қылудан шаршамайды. Бірақ сәл қимылдаса, шаршағанын айтып шыға келеді. Бұндай әйел егер күйеуінен көбірек табыс табатын болса, еркектің басына әңгір таяқ ойнатып, ата-енесіне өктем сөйлейді. Бағалауды білмейтін әйел. Оның көп сөзі салыстырудан тұрады. Күйеуін құрбыларының жұбайымен, баласын абысынының немесе көршілерінің перзентімен, өмірін басқалардыкімен салыстырып отырады. Пәленшеге тұрмысқа шыққанымда қазір өмірім басқаша болар еді. Егер сенің досыңның әйелі болсам, ол сұранған жағыма жіберер еді. Оның әйелі неткен бақытты деген секілді күйеуін ашуландыратын, көңіл күйді түсіретін сөздері өмірінің соңына дейін таусылмайды. Бұндай әйелдің көңілін табу өте қиын. Қанша жерден жақсы болуға тырыссаңыз да, көп табыс тапсаңыз да, еңбегіңізді бағаламайды. Көрсе қызар әйел, ол әр нәрсеге, әркімнің өміріне, мүлкіне бір қызығып, өзінде барға көңілі толмайтын әйел. Басқа әйелдің өмірін аңдимын деп өз отбасына көңіл бөлмейді. Ең жаманы, тез қызығып, тез жалғады. Сондықтан да ол құрбысының үстінен көрген көйлекті бүгін сатып алса, ертең әпкесінікіндей киім кигісі келеді. Шамасына қарамай әр үйге кірген сайын көрген пәленшенікіндей жиһазды, ыдысты алып бер деп күйеуіне тыныштық бермейді. Тағы бір жаманы, ол қай жерде жаңа мейрамхана, жаңа саябақ ашылса, баруы керек, көруі қажет. Мұндай әйелдің күйеуі қарыздан көз ашпайды. Оның өмірі әйелін киімге, жылтыраған дүниеге, мейрамхананың дәмді ас тойдыру жолында өтеді. Өзін ғана ойлайтын әйел. Ол күн ұзағына бет аузын бояп, сәнденумен әлек болады. Мәселелерді жоқты міндетті түрде дастархан басында ас ішіп отырғанда айтады. Сонымен қатар өзгелерге тоңтеріс боп, көбіне жеке отырып тамақ ішеді. Бұндай әйел тек өзін ойлайды, күйеуіне жаны ашымайды. Өзінің сұлулығы мен жан рахаты үшін еш нәрсе аямайды. Күйеуінің басына бұлт үйірілсе, оп-оңай тастап кете салады. Өтірік сөйлейтін әйел, оны бірден тануға болады. Ол кербезденіп, жасанда сөйлейді және сөзі көп. Әрине, көп сөйлегені жаман емес-ау, бірақ психологтар көп сөз өтірікке бастайды дейді. Ал өтірік сөйлеуге әбден дағдыланған әйел сатқындыққа да, опасыздыққа да барады.
Некең баянды болсын қазақ халқының көңнеден келе жатқан ізгі тілегінің бірі. Бұл сөз жай ғана бата емес, терең мағыналы тілек. Ол жас жұбайлардың өміріндегі ең маңызды қадам. Некенің мәңгілік болуын, татулық пен түсіністікке толы шаңырақтың шайқалмауын меңзейді. Ата-бабамыздың осы бір қарапайым сөзі арқылы бүтін бір отбасылық философия көрініс табады. Неке екі адамның ғана емес, екі әулеттің байланысы, ұрпақ жалғастығының бастауы. Қазақта отау көтеру ұғымы бар. Отау шағын бірақ берік шаңырақ. Осы отаудың түтіні түзу ұшуы үшін ер мен әйелдің бір-біріне деген құрметі, сабыры мен сүйіспеншілігі ауадай қажет. Некең баянды болсын деп тілеу арқылы үлкендер жастарға өмірлік сабақ береді. Махаббатты бағала, қиындықты да бірге бол. Қуанышта ортақтас, жүректі де, ойды да бірге алып жүр. Өкінішке орай, бүгінгі таңда баянды некенің қадірін білмей жататын жастар аз емес. Ажырасу, түсініспеушілік, бір-бірін тыңдамау осылардың салдары. Ал шын мәнінде баянды неке бұл тек сезім ғана емес, бұл еңбек. Бір-бірінің жанын түсініп, қолдау көрсетіп, сенім артып, бірге өсіп, бірге өркендеуге ұмтылу. Некең баянды болсын деген тілек өмірлік серігің мен ғұмыр бойы бір жолда бір ниетпен жүруді тілеген үлкен жүректі ананың ақ баталы қарияның тілегі. Ол жанның тыныштығы, жүректің амандығы, отбасының бүтіндігі. Некең баянды болсын баланың көзімен. Мен бала күнімнен ата-анамның арасындағы бір ерекше үндестікті байқап өстім. Олар үнемі бірге болатын, шай ішсе де, бау-бақша суарса да, кешкілік теледидар қарап отырса да, әкем әрдайым анама күлімдеп қарап, ал анам оның сөзін іліп алып әзілмен жауап қайтаратын. Үндемей қалған кездері де үнсіз түсініп жататын. Мен үшін бұл нағыз баянды некенің көрінісі еді.